Барлықтарыңызға қайырлы күн. Өткен сабақта мен сіздерге Озон маркетплейсіне қалай товар салуды көрсеткен болатынмын, ал қазір мен сіздерге қалай склад құру керектігін көрсетемін. Склад құру міндетті түрде, өйткені складыңыз болмаса, сіз товар сата алмайсыз. Ол үшін Google Chrome'a кіреміз де поискқа Озон Seller деп жазамыз. Мінекей бірінші шыққан сайт Озон Seller'ді ашамыз. Біз өткен сабақта регистрация өткен болатын, сондықтан бай дегенді басамыз. Қазір телефон номері енгіземіз және кодты тереміз. Мінекей ашылды. Енді біз FBS дегенді кіреміз де склады и методы деген таңдаймыз. Мына жерде создать склад деп тұр, оң жақта, соны басасыздар. Енді мына жерде склад туралы ақпараттарды енгіземіз. Атын жазуға болады. Өздеріңіз білесіздер қалай жазсаңыздар да, мысалы мен склад Астана деп жазғым келіп тұр. Мына жерге телефон номеріңіз бен адресіңізді толып жазасыз, яғни қандай көше, қандай үй, соның бәрін толтырып жазасыз. Мінекей, мына жерде график работы белгілейсіз. Егер сіз 6 күн жұмыс жасасаңыз, 6 күнді белгілеп шығасыз. Енді сохранить склад дегенді басасыздар. Мінекей, біздің складымыз шықты. Енді мына жерде міндетті түрде добавить метод доставки дегенді басамыз. Мына жерде өздеріңіз қалауларыңызға байланысты толтырасыздар. Мысалы менде мына жерде обычный, яғни обычный товар менде. Екіншісі, доставканы қалай жібересіздер. Мысалы мен самостоятельно жібергім келеді. Осылай таңдағаннан кейін далее дегенді басасыздар. Мына жерде отгрузка орнын, яғни отгрузить ететін жерді таңдайсыздар. Мысалы мен өзіме жақын деп мына адресті таңдайын. Уақытын тоже өздеріңіз білесіздер, қай уақыт ыңғайлы, сол уақыт таңдайсыздар. Ары қарай детали отгрузки шығады. Сонымен танысасыздар да далее дегенді басасыздар. Ары қарай тағы да параметрлар шығады. Оған да сохранить метод дегенді басасыздар да ары қарай жалғастырасыздар. Енді главная страницадан товары цены дегенді басамыз. Сосын список товаров дегенді таңдаймыз. Мінекей, біздің товарымыз шықты. Сәл оң жаққа қарай жылжытамыз. Складымызда шықты мына жерде. Енді мына жерде количествосын өзгертеміз. Яғни складта бұл товарым менде шамамен 10 штугы бар. Яғни 10 штук деп жазамыз. Мінекей, енгізілді 10 штук. Мінекей, бізде бәрі шықты, яғни товарымыз сатылымға дайын. Енді тек қана заказ күту ғана қалды. Ал енді сізге видео ұнаса лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз қалса комментарий жазыңыздар және де каналға тіркеліңіздер. Назарларыңызға рахмет.